Өмірзақов Елубай, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық әртісі, Кеңестік Социалистік Республикалар одағы және Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты. 1899 жылы 1 қаңтарда Таран ауданының Ақтөбе ауылында туған. 1918 жылы Бейімбет Майлин өз ауылында алғашқы қазақ мектебін ашып, Елубайдың алғашқы досы және ұстазы болды. Елубай 16 жасқа толысымен олар ауылдан ауылға барып, Бейімбет Майлиннің пьесаларын қоя бастайды. 1919 жылы Елубай Өмірзақов Қызыл керуен труппасының жұмысына белсене араласады. 1923-1925 жылдары Орынбор қаласында Қазақ халық ағарту институтында оқыған. Өмірзақов қазіргі Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының ұйымдастырушыларының бірі. Осы театр сахнасында қойылған Мұхтар Әуезов пен Иван Васильевич Коциктің, Айман Шолпан және Бейімбет Майлин мен Евгений Григорьевич Брусиловскийдің Жалбыр сияқты музыкалық спектакльдерінде халық өкілі Тапқыр Жарас пен күзетші Қайрақбайдың рөлін сомдайды. 1930-1940 жылдары драма театрында ойнаумен ғана шектелмей, радио мен филармонияға, эстрадалық концерттер мен кино өнерінің дамуына да қызу атсалысты. Табиғи талантының әр қырынан танылды. Елубай Өмірзақов ойнаған рөлдерінің саны 150-ден астам. 1931 жылы Елубай Өмірзақов республиканың тұңғыш халық әртісі атағына ие болды.